Жаз айында қыздар жұмыстың аяғына қарай өз аяқтарының ісініп кеткендігін байқап жатады. Суға тойып үрленген аяқтар құдды бір ара шағып алған секілді көрінетіні де рас. Аяқтың ісінуі көп жағдайда тіндер мен бұлшықеттерде сұйықтық жиналып қалған кезде байқалады. Егер ісік қайтпаса, не оны емдемесе, ол асқынып, тіпті жүруде кедергілер туындатуы әбден мүмкін. Бұл сонымен қатар қан айналымының төмендеуіне әкеп соқтырады. Аяқтың ісіну проблемасы кез келген жаста болуы мүмкін, алайда бұл көбіне ересектерде ұшырасып жатады. Егде адамдарда қан тамыр жүйесінің және аяқ бұлшық еттерінің бұзылуынан, сонымен қатар сусамырға шалдығуынан аяқтың ісінуі байқалады. Бұл проблема спортшыларда, аяққа тұрып көп жұмыс істейтін адамдарда да бар. Аяқтың ісіну себептері. Аяқтың ісіну мәселесіне әсер ететін бірқатар себептер де бар, олардың ішіндегілері. Жарақат немесе қандай да бір сүйектің сынуы не жарылуы. Артық салмақ. Кәрілік. Жүктілік. Көп мөлшерде тұз тұтыну. Итеккір. Бір қалыпта ұзақ уақыт бойы отыру не тұру. Дәрілер, соның ішінде сусамырға байланысты дәрілер, эстрогендер, жүктіліктен сақтайтын таблеткалар, антидепрессанттар, кальций каналдарының стероидтар мен блокаторлары. Ілеспелі аурулар, аяқтың ісінуі жүректің, бүйректің ауруымен немесе бауыр жеткіліксіздігінен де тууы мүмкін. Қанның қоюлануы. Артрит. Ұйқы безі аурулары. Аяқта инфекцияның бар болуы. Тамыр жеткіліксіздігі, аяқтағы тамырдың жүрекке қанды жүргізу ұзылған кездері. Варикоз. Асқа жармау. Аллергиялық реакция. Іш жүргізетін дәрілерді көп қолдану. Ағзада натрийдің жинақталуы. Лимфалық обструкция, дәрігерге қай кезде барған дұрыс. Егер сізді тұрақты түрдегі аяқтың ісінуі мазаласа, болмаса дене қызуыңыз көтерілсе, жүкті болсаңыз немесе іскен жерлері қызыл және жылы болса, міндетті түрде дәрігерге көрінген абзал. Егер сіздің аяғыңыздағы ісік ұзақ аяқта тұрғаннан немесе көп сұйықтық ішкеннен болса, жағдайды жақсартып, ісікті қайтаратын бірнеше тәсілмен танысуға кеңес береміз. Аяқтың ісінгенін болдырмас үшін, оны күніне 3 немесе 4 рет, 10 минуттан 15 минутқа дейін жүректің деңгейінен жоғары етіп көтеру керек. Өкшесі жоқ, дұрыс аяқ киім киіңіз. Өкшесіз аяқ киім қан айналымды қалыпты күйде ұстайды, нәтижесінде күні бойы сізді аяқтың ісінуі мазаламайды. Тұзды пайдалануды шектеңіз. Әрине, одан толықтай бас тартудың қажеті шамалы, тек қана шектеу ұсынылады. Тұз ағзада тұралап, ісіктің орнын алуына түрткі болады. Бір қалыпта ұзақ отырмаңыз. Егер жұмысыңызда ұзақ отыруға тура келетін болса, 1 сағат сайын аяғыңызды жазып алу үшін 5 минуттық үзіліс жасап тұрыңыз. Жиі серуендеңіз. Мамандардың айтуы бойынша серуен қан айналымды жақсартады және бұлшық ет тінін қатайтады. Аяқтың ісінуін қайтаратын халықтық ем-домдар. 40 қабаттан жасалған компресс. Аяқтағы ісіктен арылуға мүмкіндік беретін ең ыңғайлы әрі қарапайым ем-дом. 40 қабаттың бір жапырағын алып, оқтаумен мыжыңыз, қатты жерін алып тастаңыз.